шеңбер, дөңгелек және сектор. Біз бүгін осындай үш ұғыммен танысатын боламыз. Көп оқушылар шеңбер мен дөңгелектің айырмашылығын білмейді. Бізде шеңбер дегеніміз ол жай ғана сызық, осылай жүрген сызық. Яғни оның ортасы тесік болады. Біз оны сақина ретінде қарастырсақ болады. Ал дөңгелек дегеніміз оның ортасы тесік емес. Мысалға біздер дәптерге шеңбер сызып тұрып, сол шеңбердің бойымен бүйтіп қиып алатын болсақ, демек бізде дөңгелек деген фигура пайда болады. Ал сектор дегеніміз осы дөңгелектің центрынан екі тал радиус жіберсек, және сол радиустың бойымен қиып алатын болсақ, демек ол бізде сектор деген фигура. Сонда біздің дөңгелек дегеніміз осы шеңбермен шектелген фигура. Яғни біздер бірінші дөңгелекті қиып алу үшін біздер бірінші дәптерге шеңбер сызып аламыз. Ал қиып алған кезде дөңгелек пайда болады. Бізде шеңбер мен дөңгелектің ережелері мынандай. Яғни шеңбер деген не деген кезде бір нүктенің бойынан бірдей қашықтықта, мысалы мына жаққа дейін барлығының қашықтықтары бірдей. Яғни бір нүктеден бірдей қашықтықта жатқан нүктелердің қосындысы. Яғни мына нүктені алсақ та екеуінің арасы бір. Мына нүктені алсақ та арасы бір екеуінің. Мына жақтан нүкте алсақ та оның аралары бірдей. Яғни мынаның бойынан қанша нүкте алсақ та, яғни аралары бірдей болатын барлық нүктенің қосатын болсақ, онда бізде шеңбер деген фигура шығады. Ал дөңгелек дегеніміз тура осындай бір нүктеден бірдей қашықтықтағы нүктелердің қосындысы болса, бізде шеңбер болды ғой. Соған дейінгі нүктелер, яғни мынаның бойынан қандай нүкте алсақ та, мына жерден асып кеткен жоқ. Яғни бірдей қашықтықтан аспайтын нүктелердің қосындысы дөңгелек. Яғни бір нүктеден бірдей қашықтықтан аспайтын нүктелердің қосындысы дөңгелек, ал бірдей қашықтықта жататын нүктелердің қосындысы шеңбер. Яғни дөңгелек ол шеңбердің ортасында деп айтсақ болады немесе. Ал енді біздер осы шеңбер мен дөңгелектің элементтерін қарастырайық. Мен мынаны копировать етіп алайын. Былайына. Үлкейтіп алайын. Ал енді осы шеңбердің элементтерін қарастырайық. Бізде шеңбер мен дөңгелектің элементтері почти бірдей десек болады. Алдымен осы шеңбердің тура ортасынан бір нүкте алайық. Міне, бұл нүкте бізде центрі деп аталады. Біздер көбіне центрді О нүктемен белгілейміз. Кітапта О нүкте деп тұрса, демек ол центр деген сөз. Яғни О ол бізде шеңбердің центрі. Немесе дөңгелектің де центрі болады, шеңбердің де центрі екеуі бір нәрсе. Ал енді осы түзуден шеңбердің бойына қарай бір түзу сызық жүргізейік. Осы нүктеден шеңбердің бойына қарай бір түзу сызық жүргізейік. Бұл бізде радиус деп аталады. Яғни центрден шеңбердің бойына қарай жүргізгендегі кесінді, пайда болған кесінді бізде радиус деп аталады. Яғни R деген бізде ол радиус. Ал енді осындай бір сызық жүргізейік. Бұл бізде диаметр деп аталады. Яғни шеңбердің екі жағындағы нүктені қосып тұр. Яғни шеңбердің екі жағындағы нүктені қосып тұр да центр арқылы өтіп тұр. Біздер мысалға былай да сызық жүргізе аламыз, бірақ ол центр арқылы өтіп тұрған жоқ. Былай да жүргізе аламыз, кез келген жерден жүргізе аламыз, бірақ бізде центр арқылы өтіп тұрған жоқ. Тек былай центр арқылы ғана өтетін сызықты біздер диаметр деп атаймыз. Яғни D деген бізде диаметр. Байқасаңдар, диаметр дегеніміз екі тал радиустың қосындысы. Және арасы 180 градус болу керек. Яғни жазыңқы бұрыш болу керек. Сонда бізде D дегеніміз радиусты екіге көбейткенге тең. Енді бізде тағы бір элемент бар. Ол бағана айтқан. Мысалға шеңбердің кез келген екі нүктесін қосайық. Мынау және мынау. Осы екі нүктесін қоссақ, бізде хорда деген сызық пайда болады. Хорда деген кесінді демесе.
хорда дегеніміз шеңбердің кез келген екі нүктесін қосатын сызық. Мынау А нүктесі болсын, мынау Б нүктесі болсын. Яғни бізде АБ дегеніміз ол хорда. Қарасаңдар, мына диаметрде мынау мен мына нүктені қосып тұр. Бірақ ол центр арқылы өтіп тұр, ал мынау центр арқылы өтіп тұрған жоқ. Біз мына жақтан шексіз көп хорда жүргізе аламыз. Былайына. Бірақ бізде центр арқылы тек біреу ғана өтеді, немесе былай жүргізсек, былай біреу ғана өтеді. Қалғандары мына жақты, мына радиустан, то есть мына диаметрден былай қарай жүргізетін болсақ, сәл, онда ол кішірек болады. Былай қарай жүргізсек, тағы кішірек болады, тағы былай жүргізсек, тағы кішірек кете береді де, мына жағында ең кішкентай болып қалады. Және мына диаметрден өткеннен кейін ары қарай былай кетіп қалсақ, ол тағы да кішірек болады, тағы да кіші, тағы кіші болып, мына жаққа кішкентай болып қалады. Сонда бізде диаметр дегеніміз ол ең ұзын хорда. Ең ұзын хорда. Яғни біздер диаметрді былай жүргізсек те, оның мына жағында сызықтар мен мына жағында сызықтар диаметрден кішірейіп кете береді. Бұл бізде шеңбер мен дөңгелектің элементтері. Біздер тура осы элементтерді дөңгелектің бойына да сызсақ болады. Былай радиус алсақ та болады. Немесе былай диаметр жүргізсек те болады. Былай хорда жүргізсек те болады. Ал енді сектор. Сектор деген бізде, мен мынаны қайтадан үлкейтіп алайын өзіме. Ал енді қарайық. Бізде мынау дөңгелектің бір бөлігі. Яғни арасында бізде мынау екі сызығымыз радиус деп аталады. Осы радиустың бойымен кессек, ал мына шеңбердің бір бөлігі. Сонда бізде мына жақта сектор деген фигура пайда болды. Бізде онда мынандай элементтер бар. Мына жағында бұрыш бар. Яғни мына екі радиустың арасындағы бұрыш альфа. Мысалға бізде мынау енді шамамен 90 градус десек болады. Яғни бұл 90 градустық сектор деп аталады. Радиусы мынаны жаға тең 90 градустық сектор десек, бұл фигураның осы элементтері. Яғни біздер егерде мына шеңберді осылай сектор қиып алатын болсақ, бізде екі тал сектор шығады негізінде. Мен мынаны былай істегім келіп тұр. Бізде мысалға мынаны керісінше былай істесек болады. Енді шамамен екеуін біріктіргенге тең деп алатын болсақ, былай істеп қойын. Шамамен бұл. Сонда біздер егерде дөңгелекті осылай радиустың бойымен қиятын болсақ, демек бізде екі тал сектор шығады. Егер мына мысалы бізде 90 градус деп алдық қой жаңа. Егер мына 90 градус болса, мына жақта қалып қойды 270 градус. Себебі біздің шеңберіміз жалпы 360 градусты құрайды. Біздер өткенде транспортермен өлшедік. Сонда транспортерді байқасаңдар, ол жарты шеңбер. Ол бізде 180 градус. Демек астында тағы бір шеңбер бар. Ол бізде тағы да 180 градус болады. Барлығын қосқанда шеңбер бізде 360 градусты береді.